Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Екі оттың ортасында қалдым. Үйленгеніме 13 жылға жуықтап қалды. Аллаға шүкір, жағдайым ешкімнен кем емес. Ел қатарлы үй салдым, көлік алдым, тұрақты жұмысым, өзім сүйіп қосылған әйелім де бар. Бірақ адамның төрт құбыласы әрдайым тең бола бермейді екен. Соңғы кездері өзімнің анам ренішін білдіріп, әңгімесімен басымды қатырып жатыр. Ал оның айтқанын істейін десем, әйелімнің көңілін жыға алмаймын. Қысқасы былай. Менің әйелім екі ағайынды еді. Өзінен кейін інісі бар тұғын. Біз үйленген жылдары мектепті енді бітіріп, студент атанған болатын. Университеттің 3-ші курсында достарымен шомылуға барып, суға батып қайтыс болды. Тағдырдың жазуы шығар, десе де қазасы бәрімізге қатты батты. Жезде деп ақыл сұрап көмекшім боп, жанымнан бір елі қалмайтын бала еді. Қайнымның қазасы ата-енеме, әйеліме де оңай тимеді. Әсіресе қайнатам бүк түсіп жатып қалды. Ұрпағын жалғастыратын жалғыз тұяғынан қапияда көз жазып қалды. Осы қайғыдан соң жиі қан қысымы көтеріліп кете беретін болды. Сол ауру 3 жылдан соң атамызды да алып кетті. Ауырдым деп айтпай, ішінен тынып жүрген екен, ұйықтап, азанда оянбай қалды. Құдай мұндай қайғыны ешкімнің басына бермесін, оңай емес екен. Денелі, бойы ұзын енем бір сәтте шөгіп, бір уыс болып қалды. Әйелім енді анасынан айырылып қалмайын деді ме, қайта-қайта сол кісіге барып, кейде сонда қонып қалып жүрді. Атамыздың жылдығасын өткізгенше үндемедім. Әйтпесе 2 күннің бірінде 4 күнде жүргені маған да ұнамайтын. Әйелі жоқ үйде береке болсын ба? Асын берген соң, сандуғаш, енді үйде болғаның дұрыс. Тірі адам тіршілігін жасау керек, деп әңгімені бастадым. Мамамды қайтем? Ол енді жалғыз өмір сүреді ме? Деп жылап қалды. Мамаң жалғызсырамас үшін Рамазанды сол кісінің қолына берейік. Мектебіне де жақын. Апасына қолғанат боп жүреді, деп ұсыныс білдірдім. Бұл ойымды әйелім де қуалына қолдады. Сөйтіп баламыз апасының қолына көшіп барды. Дегенмен апта сайын біз барамыз, кейде апасы екеуі келіп кетеді. Арада байланыс үзілген жоқ. Ол кезде балам 5-ші сынып оқитын. Әлі бала, бірақ уақыт өте мінез-құлқы өзгеріп, сабақтан соң үйге тіке қайтпай, достарымен көше кезетін әдет шығарыпты. Онысы апасына уайым. 1-2 мәрте ескертіп тәртіпке шақырғандай болдық, бірақ нәтиже шықпады. Ақырында енем, балаларың бұрынғыдай емес, ержетіп келе жатыр. Енді мені тыңдамайтын болды. Көшеге құмар. Ертеңгі күні бірдеңе болса, мен жауап бере алмайды екенмін. Өздерің тәрбиелеңдер, деп үлкенімді өзімізге қайтарып берді. Сөйтіп енем 1 жылдай жалғыз тұрды. Сондай кезде әйеліме қатты уайым. Күніне бірнеше мәрте телефон соғып, видео қоңыраумен жиі сөйлесіп, хабарын алып тұрады. Ол кісі де қартайды ма, жиі ауырады, қант диабетіне шалдыққан, кейде қан қысымы көтеріліп кете береді. Bir күні әйелім жылады. Мамамның қартайғанда жалғыз қалатындай не жазығы бар еді. Құдай інімді алғанша мені алмады ма, шаңыраққа ие боп отырар еді ғой, деп ішіндегі шерін тарқатқанда сай сүйегім сырқырап кетті. Түсінем, оған да оңай емес. Мына жақта анасы, мына жақта отбасы, бәрі өзіне уайым. Содан мені сандуғашқа, мамаң біздің үйге көшіп келе салсын да, жер үйдеміз, бөлме бәрімізге жетеді. Оның үстіне ары-бері кетсек, балаларға бас-көз болып отырады, дедім. Шынымда да, енемнің ешкімге де зияны жоқ. Өте зиялы кісі. Мен дегенде жанын беруге әзір. Ұсынысымды әйелім естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Осыны саған қалай айтарымды білмей жүредім, рахмет, деп бетімнен шөлпілдетіп, сүйіп алды. Ертеңіне екеуміз енеме барып, ойымызды айттық. Біздің балалардан шаршап кетсеңіз, өз үйіңізге келіп тұрасыз. Ерік өзіңізде, дегенмен біздің үйде болғаныңызды қалаймын, дедім. Қалай болар екен, ел жұрт әңгіме етпей ме, деп біраз қипақтап, ақырында көнді.
бір аптадан соң киім-кешегімен көшіріп әкелдік. 1 жыл бойы болды енем біздің үйде тұрып жатты. Шынымды айтайын, үйге береке кіргендей болды. Сандуғаш екеуміз күні бойы жұмыстамыз. Келсек тамақ дайын, балалардың да қарны тоқ. Өзіме бұл шешім ұнады. Бірақ өзімнің туған анам миымды жеп жатыр. Сен бала неге бізбен ақылдаспайсың? Енді біз сенің үйіңе барып, аунап-қонап қалай жатамыз? Құдағи да қызық, жұрттан ұялмай қалай көшіп келе салады? Бірден етіп үйіне қайтар. Сол келгелі сенің үйіңе баруды сиреттік, бұрынғыдай апталап жата алмай қалдық, деп айта береді. Онда тұрған не бар? Келе берсеңізші. Қайта әңгіме айтып, шер тарқатасыздар, десем түсінбейді. Нұрбектің енесі күшіге не болды? Осының қолына көшіп келген, деп төркін жағына әңгіме айтып отыр бір жиында. Ызам келді. Мама, мынауыңызды сандуғаш пен құдағиыңыз естімесін. Ендігәрі айтпаңыз. Ол өзі келген жоқ, мен әкелдім. Ол да менің екінші анам, жалғыз қалғанына жазықты ма, деп сөйледім. Содан бері өз анам қырын қарап жүр. Бұл қайын-жұртшыл құдағиға арнап туғанбыз, деп тағы сөйлейді. Қалай айтсам да анама түсіндіре алмай-ақ қойдым. Менің істегенім дұрыс емес пе? Неге туған анам жағдайды түсінуге тырыспайды? Енем үшін анаммен ашу араз болғаным жаныма қатты батып жүр. Ал сіздер өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер.